Кез келген уақытта таза ауа адамның физикалық және психикалық денсаулығына жағымды әсер етеді. Өмірдің және таза ауаның көзі ағаш болып табылады. Неліктен ағаш отырғызу керек? Бір ағаш отырғызудың нәтижесі қандай? Бір қала тұрғынына 50-ге жуық ағаштан келсе, қала экологиялық тұрғыдан қауіпті болып саналады. Үлкен ағаштар оттегін қайтадан алатын болса, жас ағаштар оттегіні көп бөлетінін білу маңызды. Сондықтан Атырау тұрғындары үнемі жас ағаштарды отырғызуы керек. Оның үстіне олардың денсаулығын бақылап, ауру ағаштарды емдеу керек. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасына сәйкес қалалар мен елді мекендерді көгалдандыруды дамыту әрбір адамның басты миссиясы болуы тиіс. Ағаш отырғызу экологияны жақсартудың бірден бір жолы емес, сондай-ақ әрбір адамның жеке үлесі болуы да қажет. Көгалдандыру көбінесе ағаш отырғызу қасбеттердің безендірілуін жүзеге асырады, бірақ іс жүзінде олар әлі де пайдалы қасиеттерге ие. Ауаны тазартады. Жеті қат жер астына тамыр жайған ағаштардың адамзатқа берері мол. Қаламызда қаншама бос жатқан тұрғын үйлер мен мекемелер бар. Сол ғимараттардың айналасына көбірек ағаш пен гүл отырғызылса, қаламыздың гүлденіп, жасыл желекке толы шаһарға айналуына бірден бір үлесі тиген болар еді. Ағаштар азот диоксидінің, күкірт диоксидінің, көмірқышқыл газын өңдейді. Жапырақтың көлеңкесі ауаны салқындатады және түтін деңгейін 6%-ға дейін азайтады. Көмірқышқыл газын өңдейді. Ағаштар көмірқышқыл газын жұтып оттегін өңдейді. Сондықтан сіз отырғызған ағаш ғаламшарда сізге және басқа да адамға көмектеседі. Жануарларды тамақтандырады. Жасыл шатыр жануарлардың, құстардың, көбелектердің және жәндіктердің баспанасы, сонымен қатар тамақ көзі болып табылады. Құстар жәндіктерді жейді, ақуыздар тұқымдар мен жаңғақтарды тамақтандырады. Құпиялықты қамтамасыз етеді. Жер аймағы немесе бақша сыртқы көріністен қорғайды. Ағаштар мен бұталар қорғап, әдеттегі қоршаудан әлде қайда жақсы көрінеді. Су ағынын реттейді. Жаңбыр суы ағызып алған кезде ағаш жапырақтарымен жұтып қойса, қалғандары буланып, жерге бірнеше минут немесе сағат бойы сіңірілмейді. Бұл кейінге қалдыру топырақтың ылғалды жақсы сіңіріп, қорларды жаңартуға мүмкіндік береді. Осылайша жүк ағындарының санын азайтады, ал кейінірек эрозияны азайтады. Егер Атыраудың әрбір тұрғыны кем дегенде бір ағаш отырғызып, біздің ұрпақтарға қалдыру мақсатын алдына қойса, онда бізді бақытты, жарқын, ең бастысы жасыл болашақ күтіп тұр.